Электр қуаты мен жылуды үнемдеуге бағытталған әлемнің озық технологиясы отандық тұрғын үй кешенінде қолданысқа енгізілмек. Ол үшін Қазақ үкіметі арнайы бағдарлама да әзірлеп отыр. Жобаның негізгі мақсаты заманауи қуат көздерін үнемдейтін құрал жабдықтарды елімізге тарту. Сондай-ақ бұл бағытта бас қалада тұрғын үй коммуналдық шаруашылық экспо деп аталатын халықаралық көрмесі де ашылды. 100-ден аса компания қатысқан шараның ашылу салтанатына премьер-министрдің бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеев қатысты. Қазір тұрғын үйлердегі жылу тарату жүйелері уақыт талабына сай келмейді. Бұл салаға күн сайын жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Сондықтан әлемнің озық елдерінің тәжірибесін алмасу үшін мұндай көрмелерді ұйымдастыру аса қажет. Әсіресе кәрі құрлықтан үйренеріміз көп, дейді Өмірзақ Шөкеев. Бұл жерде неше түрлі жолдар бар. Біріншіден оны жаңағы счетчиктерді қою, есеп қисап, бұл салада есеп қисап бізде жетіспейді. Екіншіден, мынау үйлердің бәрін, былайша айтқанда, мынау жылуды үнемдеу үшін ол жылуды шығармайтын жағдай жасау керек. Ол үшін неше түрлі краскілер бар, жаңағы жылу сақтайтын құрылыс материалдар бар.